20 сабақ санның соңғы цифрын анықтау есептері. 7 көбейтілген 2-нің 2024 дәрежесі қосылған 3-тің 2024 дәрежесінің, яғни осы санның соңғы цифрын табыңыз. Есепті шығару үшін бірінші 2-нің 2024 дәрежесінің соңғы цифры қандай цифрмен аяқталатынын табу керек. 2-нің 1 дәрежесі 2-мен аяқталады, 2-нің 2 дәрежесі 4-мен аяқталады, 2-нің 3 дәрежесі 8-мен аяқталады, 2-нің 4 дәрежесі 16, яғни 6-мен аяқталады да, 2-нің 5 дәрежесі қайтадан айналып келіп 2-ге келіп тоқталады деген сөз. Олай болатын болса, 2024 дегенді 1, 2, 3, 4-ке бөлеміз. Яғни 2024-ті бөлеміз 4-ке, тен қанша болады? 2000 болғанда 500 болады, и 506 болады. 506 бүтін шығады екен. Ешқандай қалдық қалмайды. Егер бір қалдық қалса 2-мен аяқталатын еді, 2 қалдық қалса 4-пен, 3 қалдық қалса 8-мен аяқталатын еді. Ал егер қалдық қалмаса, демек ол 6-мен аяқталады деген сөз. Демек бұл санның соңғы цифры 6-мен аяқталады екен. Ары қарай кеттік. 3-тің 2024 дәрежесіне барамыз. 3-тің 2024 дәрежесінде анықтау үшін бірінші 3-тің 1 дәрежесі 3-мен аяқталады, 3-тің 2 дәрежесі 9, 3-тің 3 дәрежесі 27, 7-мен аяқталады, 3-тің 4 дәрежесі 81, яғни 1-мен аяқталатынын біліп алу керек. Енді бұның да, яғни барлық аяқталуы мүмкін сандардың саны ол 4 екен. Демек 2024-ті 4-ке бөлетін болсаңыздар, бұл жерде де бүтін сан шығады дағы. Бүтін сан шығатын болса, демек ол 1-мен аяқталады, яғни бүтін сан шығатын болса, ең соңғысымен аяқталып отырады. Демек, бұның да ең соңғы цифры 1-мен аяқталады деген сөз. Енді есептейміз. 7 көбейтілген 2-нің 2024 дәрежесі қосылған 3-тің 2024 дәрежесінің соңғы цифрын анықтаймыз. Мынаның соңғы цифры 6-мен аяқталды, бірақ оның алдында көбейтіліп тұрған 7 деген сан бар мынау. Осы 7-ге көбейтіледі дағы. Бұның соңғы цифры, яғни 42 болады, алты жердегі 7-ің 2 цифрмен аяқталып кетеді. Қосылған. Ал 3-тің дәрежесінің соңғы цифры ол 1-мен аяқталған еді. Сонымен бұл қосындының мәні, екеуін қосатын болсақ, 3 деген цифрменен аяқталады. Яғни жауабы 3. Келесі, 1-ден 51-ге дейінгі барлық бүтін сандардың көбейтіндісі неше нөлмен аяқталады дейді. 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 деп несе береді? Кете береді. Демек, ең соңғысы 51-ге тоқталады екен. Енді қараңыз, мына 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10-ды береді. Яғни осы жерде 1 0 бар. Мына 10-ның өзінде тағы да 10 деп тұр. Бұл жерде 1 0 бар. Одан кейін қараңыздар, 12 менен 15-тің көбейтіндісінен 1 0 береді. Одан кейін барады да 20-да 1 0 береді. 30-да 1 0 береді. 40-да 1 0, 50-де 1 0 береді. Енді 12 мен 15-те береді. Сосын барып 32 мен 35-те береді. 42 мен 45-те береді. 24 пен 25-те береді мысалыша. 24 пен 25-те 2 0 береді. Деп осылай санап шықсақ болады. Немесе бұл есепті шығару барысында мына 51 деген санды аламыздағы 5-ке бөлеміз. 51-ді 5-ке бөлсеңіз, яғни 10-нан берсеңіз, 50 болады да, бір қалдық қалады. Бір қалдық қажет емес. Маған мына бөлінді керек. Бөлінді 5-ке 10-ға тең болды. Осы 10 деген санымызды тағы да 5-ке бөлеміз. Яғни бөліндім бөлгіштен кіші болғанша бөле береміз. 10-ды 5-ке бөлетін болсақ, 2-ден береміз. 10 шығады, ешқандай қалдық қалмайды. Енді қараңыз, енді бөліндім 5-тен қандай кіші. Олай болатын болса, енді бұны бөлудің қажет жоқ. Демек, менің бөлінділерім 2, бөліндім 10. Олай болатын болса, 10 қосылған 2 тең 12. Есептің жауабы мына көбейтіндінің соңында 12 0 бар деген сөз. Келесі үшінші есеп. Көбейтінді неше нөлмен аяқталады дейді. Яғни көбейтінді неше нөлмен аяқталады. 1-ден 100-ге дейінгі сандардың көбейтіндісі. Олай болатын болса, 100-ді 5-ке бөлеміз. 100-ді 5-ке бөлетін болсаңыздар, 20-дан бірақ бересіздер. 2-ден түседі, кейін 0 артына түседі ғой. Сол кезде 100 шығады екен. Енді бөліндім мін тұр. Бөліндім 20, ол 5-тен үлкен, сондықтан тағы да 5-ке бөлеміз. 20-ны 5-ке бөлетін болсаңыздар, 4-ке береміз. Енді бөліндім 4, оны 5-ке бөлейін деп жатырмын, бірақ 4-ім 5-тен кіші. Демек, бөлудің қажет жоқ. Сонымен бөліндінің мәні мына жерде 4, бөліндінің мәні 20.
екеуінің қосындысы 20 қосылған 4 тең 24. Демек есептің жауабы 24 нөлмен аяқталады деген сөз. 16 санында неше нөлмен аяқталады? Яғни 16 факториал саны дейді. 16 факториал дегеніміз ол 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 көбейтілген сол сияқты 16. Яғни ең соңғысы 16 деген сөз. Осы есептің соңы қанша нөлмен аяқталады деп тұр. Есепті дәл осы сияқты шығарсақ та болады. Яғни 16-ны бөлесіз 5-ке. 3-тен берем 15. Бір қалдық қалады. Енді мынау 3 болғандықтан 3-ті 5-ке бөлудің қажет жоқ. Демек есептің жауабында қанша нөл бар? Жауабында 3 нөлмен аяқталады деген сөз. Яғни соңында 3 нөл бар болады екен. 1, 2, 3 нөл. Бұл 3 нөлдің қаяқтан шыққанын білгіңіз келсе, ол 2 мен 5-тің көбейтіндісінен мына 1 нөл пайда болады. 10 дегеннен, яғни көбейтіндінің ішінде 10 бар ғой, одан 1 нөл пайда болады. Одан кейін 12 мен 15-тің көбейтіндісінде де тағы да 1 нөл пайда болады. Деп соңында 3 нөл шығады екен. 5-ші есеп. 3-тің 2023 дәрежесін тауып алайық бірінші. 3-тің 2023 дәрежесі. Бағана біз анықтағанбыз 3-тің дәреже көрсеткіштері қанша болатын? Демек 2023-ті бөлеміз 4-ке бөлеміз. Бірінші 5-тен береміз, яғни 20 болады. 1 сан түседі. 2 сан қатарынан түскен кезде артынан өлшетін біз білеміз. Енді бар астардағы қайтадан 5-тен береміз. Сол кезде 20 болады. Қалдық 3 қалдық қалады. 3 қалдық қалатын болса, демек ол 3-ші сан деп айтып едік бағана. 1 қалдық қалса мынау, 2 қалдық қалса, 1 қалдық қалса 3-пен, 2 қалдық қалса 9-пен, 3 қалдық қалса 7-мен аяқталады. Демек мына мәні ең соңғы цифры қанша деген сөз? 7 деген сөз. 2023-тің 3 дәрежесі керек. 2023-тің 3 дәрежесін табу уақытында біз мына 3-тің 3 дәрежесін табасақ жеткілікті болады. 3-тің 1 дәрежесі 3, 3-тің 2 дәрежесі 9, 3-тің 3 дәрежесі 27, яғни аяқ жағы қанша? 7-ге аяқталып тұр. Енді есептейміз. 3 көбейтілген 3-тің 2023 дәрежесі қосылған 2023-тің 3 дәрежесі тең болады. 3-тің 2023 дәрежесінің соңғы цифры 7-мен аяқталды. Сол 7-ні цифрының алдында көбейтіп тұрған 3-ке көбейтетін болсақ, 21 шығады. Демек, мына енді бұның көбейтіндісі, яғни 1-мен аяқталып кетеді екен. Қосылған, ал 2023-тің 3 дәрежесінің ең соңғы цифры ол 7-мен аяқталды. Демек, осы екі қосындыдан қандай да бір мән шығады, бірақ ең соңғы цифрының қосындысы 8-ге тең, яғни қосындының соңғы цифры қаншаға тең болады? 8-ге тең болады деген сөз. Жауабы 8. Келесі 2023-тің 3202 дәрежесі, яғни 3-тің 3202 дәрежесін анықтасақ жеткілікті. Себебі алдындағы 2023 деп қараудың қажет жоқ. Демек, 3202-ні бөлеміз 4-ке. Себебі бұның аяқталуы мүмкін 4 цифр бар ғой, сондан 4-ке бөлеміз. Бірінші 8-ден берем 32 болады, мына 0 мынаның артына түседі. Енді 2 сан қатарынан түсу керек болды, сондықтан артына 2 0 түседі тағы. Мына 2 қалдығымыз мына жаққа сәйкес келеді. Демек, 800 бүтін 2 қалдық деген сөз. 800 бүтініміз 32.000, 3200, ал 2 қалдық қалды. Бағана айтқанбыз, 1 қалдық қалса 3-пен аяқталады, 2 қалдық қалса 9-мен аяқталады, 3 қалдық қалса 7-мен аяқталады, ал қалдық қалмаса 1-мен. Ал бізде 2 қалдық қалды. Демек, есептің жауабы 9-бен аяқталады деген сөз. 9-бен аяқталады екен. Сонымен жауабы 9 цифрменен аяқталады.